Бүгінгі видеода мен амазонкалардың ежелгі қазақ қыздары болғандығы жайында айтатын боламын. Егер сіздер үйде отырып ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Амазонкалар жайлы мәліметтерді Геродот, Страбон, Гомер секілді адамдар айтқан болатын. Олар амазонкаларды еркектерден кем түспей шайқасатын, өте қуатты жауынгер әйелдер деп сипаттады. Бірақ көптеген адамдар гректер ойлап тапқан ертегі деп ойлап келді. Тек 20 ғасырдың екінші жартысында археологияның дамып, көптеген қорымдар ашылуы нәтижесінде амазонкалардың шынайы тарихта болған адамдар екені мәлім болды. Ең алғаш жауынгер әйелдердің қабыры 1967 жылы Ресейдегі Ростов облысынан, кейіннен Қазақстан мен Украинадан да табылды. Яғни бұл бұрынғы сақтар мен сарматтар қоныстанған аумақтар еді. Амазонкалардың сүйегін зерттегенде расымен де олардың еркектер секілді соғысқа қатысқаны дәлелденді. Себебі олардың сүйектерінде найза мен қылыштан алынған әртүрлі деңгейдегі жарақаттар, сүйекте қалған жебе іздері анықталды. Сондай-ақ оларды қару-жарақтармен қоса жерлеген болатын. Бізге жеткен гректердің жазбаларына қарап, біз олардың тарихы қалай өрбігендігі жайлы бірқатар деректерге көз жеткізе аламыз. Сақтар ұзақ жылдар бойы әсіресе таяу шығысқа қарай жиі шабуыл жасап отырды, бірақ жорықтарға ондаған жылдар кететіндіктен олар әйелдерін қалдырып кетіп отырды. Бұл сақ әйелдеріне ұнамай жиі наразылық білдірді. Олардың наразылығын тудыратын жағдай да бар етін. Себебі сақтар жазық далада көшіп қонып өмір сүргендіктен қыстың күні қақаған аязда, жазда шіліңгір ыстықта жүріп, әйелдердің түрлері болмай қалатын. Әлбетте, оларда қазіргідей жасырып қоятын косметикада болмады. Бұл жайлы Геродот: сақтар негізінен аққұба, бірақ күн суық болғандықтан терілері құрғап, қызарып, қоңырланып кетеді деп, олардың түр-әлпеті қатал климаттан оңып кететіндігін сипаттады. Солайша сақ жауынгерлері сыртқа шыққанда отырықшылардың үйден шықпайтын, өздерін күтіп қалған қыздарын көргенде өз әйелдерінің қайда қалғанын білмей қалатын. Көшпенділерде жұт болып, малдан шығын болса, күн көріс үшін бірқатар шапқыншылық ұйымдастырып отырды. Кеулерінің бір шықса, ләйліп кететін білетін әйелдер өздері де атқа қонып жорыққа бірге шығатын болды. Бұл жағдайда бойдақтары болмаса, басы бос емес жауынгерлер үшін бұл бұрынғыдай қызық болмай, жорыққа тік барып тік қайтуға мәжбүр болып отырды. Яғни, еркектердің қызғанған әйелдер ақыры өздері де соғысқа шығатын болды. Опасыз еркектеріне көңілі қалып, ашуланған әйелдердің кейбір топтары батысқа қарай көшіп кетті. Сақ әйелдері қазіргі Түркия аумағына басып кіріп, жаулап алды. Онымен тоқтамай, Грекияға да шапқыншылықтар ұйымдастырып, гректердің жеріне ішкере енді. Қайдан келгені белгісіз, ат үстіндегі әйелдердің жолында тұрған еркектердің бәрін жер жастандырып, бет қаратпай келе жатуы көрші халықтарды қайран қалдырды. Гректер одақтастармен коалиция құрып, табанды қарсылық көрсетті. Жеңіс екі тарапта алма-кезек ауысып отырды. Фермидонт өзені бойындағы шайқаста гректер амазонкаларды жеңіліске ұшыратып, көптеген адамын тұтқындап, кемеге салып Грекияға алып кетіп бара жатты. Бірақ жолда дауыл тұрып, гректер желкендерді жинай бастағанда, амазонкалар жағдайды пайдаланып, өздерін босатып, кемедегі гректерді тегіс қырып салды. Бірақ кемені басқара алмағандықтан, кеме бет ауған жаққа жүзіп, Босфор арқылы Қара теңіз бен Азов теңізін жүзіп өтіп, сақтардың жеріне бірақ шықты. Кемеден түсе салып олар сақ қоныстарына шабуыл жасап, жылқыларын айдап кетті. Сақтар қарымта шабуылда бір шайқас өткізіп, амазонкалардың бір бөлігін қырып салды. Сақтар өлген амазонкалардан сауыттарын шешіп қараса, әдемі қыздар екенін көріп, бұл жайтты басшыларына жеткізді. Сақ патшасы: бізге осындай батыр әйелдер керек. Біз олармен соғыспаймыз. Олардан тұқым алып қалу керек деп, ең жас жауынгерлерді жинап, амазонкалармен байланыс орнатуға аттандырды. Амазонкалар да кетары емес болды. Оларда сақтардың қалай соғысатындығын көріп, нағыз еркектер осындай болу керек деп таңғалған болатын. Сақтар
амазонкаларға енді біздің халықтың бір бөлігі болыңдар деп ұсыныс жасағанда, амазонкалар жоқ, біз еркін өмір сүруге үйренгенбіз. Біз сендердің үй шаруашылығымен ғана айналысатын әйелдеріңнің арасына бармаймыз деп жауап берді. Сақтардың бір бөлігі олармен жұп құрып қосылды. Солайша бір кездері еркектеріне өкпелеп, амазонка аталып басқа жаққа кеткен сақ әйелдері бірнеше ғасырдан соң теңізде адасып болса да кеткен жағына қайтып келді. Ешбір еркекке үйленбейміз деген амазонкалар сақ жауынгерлеріне қосылды. Геродоттың айтуы бойынша, сақтар мен амазонкалардан сарматтар пайда болған. Амазонкалардан кейін де әйелдердің жауынгер болып соғысқа қатысуы ғасырлар бойы жалғасты. Бұны біз әсіресе қазақ хандығындағы соғыстардан өте көп байқаймыз. Айбике батыр, қазақ барлаушысы, қорықпай әдейілеп қалмақтарға тұтқынға түсті. Ол қалмақ тілін толықтай меңгеріп, қалмақтардың сенімінен шыға білді. Қалмақ ханы ордасына қызметші болып жүріп, олардың жоспарларын естіп, тыңшы болды. Айбикенің көмегімен қазақтар қалмақтардың қай бағытқа шабуыл жасамақшы болып жатқанын күні бұрын біліп отырды. Айбике жоңғар хандығы ыдыраған соң елге қайтып оралды. Гауһар батыр, Қабанбай батырдың әйелі. 18 ғасырдағы қазақ хандығында болған ірі шайқастарға қатысқан. Тек жауынгер ретінде ғана емес, әскер бастаған талантты қолбасшы ретінде де көзге түсті. Гауһардың басшылығындағы әскерлер 1725 жылы болған Алакөл маңындағы шайқаста жеңіске жетті. Күйеуі Қабанбаймен де соғыста танысты. Түркістанды қорғау соғысында жау жақтан бір жендет Қабанбайды тосыннан өлтіруге оқталып тұрғанын байқап қалған Гауһар жендетті атып өлтірген болатын. Қабанбайдан туған қызы Назым да батыр болып соғысқа қатысты. Одан да басқа соғыстарда ерлік көрсеткен Абылай ханның қызы Айтолқын, Есет батырдың қызы Ботакөз, Кенесарының қарындасы, әскер бастап орыстарға қарсы соғысқан Бопай ханымды да жатқызуға болады. 19 ғасырдың басында қазақ хандығында болған орыс дипломаты Филипп Назаров қазақтар әсіресе атқа мықты, өйткені балалары 4 жасқа келер-келместен атқа мінгізіп үйретеді. Бұлардың әйелдері де атқа мықты. Қолдарына сойыл алып жауға шапқанда еркектерге бергісіз деп сипаттады. Наполеон соғысы кезеңдерінде Орынбор мұрағатынан орыстарға көмекке келіп француздармен соғысқан қазақтардың арасында қазақ әйелдері де аз болмағаны айтылады. Бір ғана полктың өзінде 363 қазақ әйелдерінің болғандығы және олардың бірқатары күйеуімен немесе балаларымен бірге аттанғаны жазылған. Екінші дүниежүзілік соғысында Әлия Мәншүк Хиуаздың қалай соғысқанын айтпаса да білесіздер. Қорытындылап айтқанда, қазіргі таңда ежелгі жазба деректер мен археологиялық зерттеулерге сүйенген ғалымдар амазонкалар көшпенді сақ әйелдері екенін мойындады. Ал сақтарды Қаңлы, Үйсін секілді қазақ тайпалары құраған. Демек, амазонкалар дегеніміз ежелгі қазақ әйелдері болған. Достар, менің телеграм каналыма да тіркелулеріңізді өтінем. Мен ол жақта басқа да тарихи жағдайларда қарастыратын боламын.